Assalamualaikum, бұл Қазақ қазына арнасы. Бүгін біз Түркістанда қонақтамыз. Киелі Түркістанның жігіттері бүгін күтіп алды. Рома ағамыз, Фара ағамыз бүгін төбеттер тамашалаймыз ғой. Тамашалаймыз ғой. Барамыз ба? Кет. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі қазақ қазынасы біздің YouTube бағдарламамыз. Бүгін осындай жігіттер қонақта бізде. Бүгін керемет төбеттерімізді көрсетіп, қазыналарымызды көрсетіп, артын ауыз ашар. Құдай қаласа осы жерде жігіттермен бір дастархандас болып, дәм-тұздас болып жатырмыз. Бұл Қазақ қазына арнасы. Бүгін біз міне Фара бауырымыздың үйіне келіп, төбеттен тамашалауға келдік. Міне оның өзінің төбеттен таныстырып, естез берсең бауырым. Ассалаумағалейкум. Біздің питомниктің атауы питомник барыс болып аталады. Төбеттер болса қазақ төбетті дамыту, жалпы таза қандарды ұстау. Бұл төбетіміз көкше деген. Сұлу төбет деген. Бұл 2 рет полуфиналист чемпионат СНГ болған, 66 килограмм салмақта. Қазір пенсияда бұл. Тұқымын көбейтіп, күшіктерін алып. Қазір қанша жаста бұл? Қазір бұл 8 жаста. Тек күшігін алып. Тек қана күшігін алып, тістері уже ұштары кеткен. Тек қана тұқымдықта тұрған төбетіміз бұл. Асылдандыруға. Осы көкше деген төбетіміз. Мына төбет? Бұл төбетіміз қазіргі енді жақсы өнер көрсетіп, жақсы ойындарда жүрген Аслан чемпион, Қазақстан чемпион СНГ. Асланның баласы. Жасы қаншада? Жасы 2 жастан. Бұл жасы 2 жастан. Асты Зубай. Зубайды бәрі таниды. 4 дүркін чемпион. Зубайдың қызы мен үсті Асланның өзі. Прямой баласы Асланның. 72 килограмм салмақ. Супер тяж ғой, Супер тяж болады, Алла қаласа. Бұл төбетіміз Бекболат ағамыздың Қарабас деген, сол төбетінің немересі. Сырттан деген баласы бар Түркістанда, 105 килограммдық. Қазір ол кімде тұр? Ол ағамызда тұр, ол төбет. Ағамызда тұр. Соның баласы бұл асты баяғы қандар Байский. Байский қандар. Бұл жас төбет, 1 жас 3 айлық болды қазір. Енді құдағасы шығарам деп. Құдай қаласа, жаймен деп жасына толдырып шығарамыз қылады. Бұл төбетіміз Спартак. Бұл двухкратный чемпион Таджикстан. Ауыр салмақта сәтті. Ауыр салмақта бұл 95 килограмм. Двухкратный чемпион Таджикстан. Спартактың прямой баласы. Шеше жағынан чемпион Суперлига Қытайға сатылған. Черкас, Вулкан солғандар. Бұл да жас төбет. Қанша жасқа келді? Бұл қазір 2 жас 6 айлық болды. Бұл төбетке бұл қызығушылық қалай болды сенде бұл енді? Осынша питомник істеп жатқаннан кейін қызығушылықтар. Бұл қызығушылығымен бала кезімнен туды негізі. Мектеп оқып жүрген кезде. Сол кезден бастап қызықтым төбетке. Кейіннен уже қызыққан соң бағанағыдай әр жақтан мықты-мықты иттер шығады. Солардың тұқымына қызығып, солардың тұқымын көбейтіп. Кел, Тайсын. Бұл Бекболат ағамыздың Қарабасының немересі Тайсын. Өзі наумай қатты да. Қаракүш деген баласы болған Таразда. Қытайға кеткен ол да. Сол Қаракүштің баласы. Бұның шешесі бағана бірінші тұрған көкше пенсионер. Соның қызы. Бұл 3 жасар, салмағы 80 килограмм, холка бойы 90 сантиметр. Бұл төбетімізде бұйырса шығады. Қанша жаста бұл? 3 жаста. Өзіне наумай ақты да. Қарабасқа қатты тасты.
Чемпион болсын. Құдай қаласа. Молодец. Міне бұл төбетіміз Баксан. Кел. Баксан деген Ашулы сияқты ғой. чемпион мира болған Баксан. Питомник Прайдта болды. Шыңғыс бауырларымызда. Соның баласы, Баксанның баласы. Бұл да кеше жақын арада чемпион СНГ 72-де жас төбеттер арасында чемпион болды. 72 килограмм салмақта. Осы Түркістанда ма? Жоқ, Таразда СНГ-де. Чемпионат СНГ по молодежке. Сонда 72 килограмм салмақта чемпион болды. Тек жетістіктерге жете берсін. Өте сұлу төбе деген. Енді үйіндегілер бұл мысалы осы хоббиіңізге қалай қарайды? Жоқ, үйіндегілер ештеңе демейді. Наоборот, қазір көбінесе жастар казино, карта, кино сондаймен ойнап жатыр ғой. Біздің енді үйдегілеріміз өзімнің шешем айтады өзіме, лучше ондай нәрсеге әуес болғаннан гөрі лучше осындай нәрселерге қызыққан ол еш қарсы емес негізі. Ал енді бұл төбетімізге келетін болсақ, бұл Жақып ағамыздағы легендарный Мойнақ дейді ғой, енді 3 дүркін чемпион. Сол Мойнақтың прямой баласы бұл жас төбет, 1 жас 3 айлық, 72 килограмм салмақ. Әлі Құдай қаласа өседі. Кел Мойнақ, тұр. Міне мықты төбет ғой. Өз әкесіне тартқан бұл да. Бұны қазір шығарып көре аламыз ғой далаға. Көре аламыз, шығарып та көре аламыз. Жуас бұлар, адамға жоқ, вообще тиіспейді адамға. Рома ағамыздың, Фара ағамыздың несіне келдік міне. Питомник Барсқа. Бүгін төбеттерін тамашалап, өздеріңізден бір сұхбаттасып келейік деп. Енді қазіргі таңда осы итке қалай келдіңіздер? Бұл итке енді бұл қош келдіңіздер біріншіден. Осы Түркістан қаласына. Біз осы 4 қақпалы Түркістанда азды көпті әйтеуір ит баптап, жас өспірімдерге әйтеуір өзімізден қалатын ұрпақтарға өнеге қалдыру үшін бапталатқан жайымыз. Бұл төбет саласына өзіміз әйтеуір менің әкем кішкене енді армияда әскерде ит баққан. Мен сол жайында кішкене тоқталып өткім келіп жатыр. Әкем ит баққаннан кейін енді менде итке қызығушылығым өте көп. Осы жастайымыздан осы итке құмар болып өстік, енді қазіргі таңда осы баптап жүрміз жай. Бүгінгі Түркістанда танылып жүрген Фара бауырымыздың питомник Барс деген питомнигі бар өзінің. Көріп жатсыздар. Сол біз енді осы қызығушылығымыз, біз әлі жаспыз ғой, бірақ бізден кейінгі өнегеге де әйтеуір осындай бір қызығушылық болса дейміз. Мысалы осы тестілік сынақ дейді ғой. Осы 10 шақты ит бағып жатсың, сол тестілік сынақтың енді сен үшін маңыздылығы барлық тұр ма? Сол жайына бір айтып берсең, тоқталып. Енді тестілік сынақтың, енді бағып отырған соң, төбет, қазақ төбет бар ғой, негізі, бағыналығы бар ғой. Мысалға тестілік сынақта сынайсың иттерді, мықтысы шығады содан, соның мықтысы шыққандарын, солардың қандарын ұстап отырып, мысалға таза қандарын. Бір-біріне қосып олардың ұрпақтарын көбейтіп деген сияқты. Енді бұл төбеттерде мысалы бағуда қателіктер болады ғой. Сондай қателіктер мысалы жасөспірімдер ондай қайталамау үшін қай қателіктерді айтасың? Енді бұл қателік деп көбінде мынаны айтуға болады. Қазіргі жастар ит бағады, күшік кезінен, кішкентай кезінен алады бағыны. 2 күннің бірінде ит төбелестіре береді. Ол ит төбелес болып кетеді, ол спортқа жатпайды вообще. Оны өзінің жасына толтырып, тестілеу сынақтарға жаңағы арнайы өзінің төрешісі бар, бет врачтары бар, сондай жерлерде тестілеуге сондайға апарсақ, сол кезде көруге болады, бағын сынап көруге болады. Ал енді үйдің есіктің алдында 2 күннің бірінде төбелестіре берсең, уличный боец болады, ол енді көшенің несі болады. Енді осы төбет жайлы мақсатыңыз, 3 үлкен мақсатын айтып берсеңіз. 3 мақсаты енді әуелден келе жатқан бірінші қорғау ғой. Бұлардың мақсаты адамды, үйді, үйіміздегі жан малдарымызды жаңа қорғау, бұның бірінші мақсаты сол ғой. Енді сол мақсатта барлығымыз итті дәріптеп, итті баптап жатқаннан кейін. Үйінде бірінші мақсат әйтеуір қорғаса дейсің, екіншіден осы артымызға ұрпаққа мұра болып қалса екен дейсің. Үшінші әйтеуір үйімде бір чемпионым болса екен деп тілейсің ғой. Кішкене жас өспірімге бір өнеге болатындай бір. Қазіргі төбеттерде жетістіктеріңіз, қандай жетістіктеріңіз бар?
осылай төбеттер, осылай әр төбеттерде қандай жетістіктер айтып өтсеңіз. Жетістіктеріміз енді бізде жас төбетшілеріміз қазір бірінші жетістігіміз осы мықты қандарды бірінші реттеп сортировка дейді ғой, былай айтқанда сортировать етіп алғанымыз мықты қандарды. Екіншіден енді кешегі бір жетістігіміз молодежкіде бір итіміз чемпион по молодежке болды СНГ-де. Сол бірінші жетістігіміз. Былайынша да тестілік сынақтарда ұтып сөйтіп жатып иттеріміз. Құдай қаласа енді бәрі жас төбеттер енді шығарамыз чемпиондар. Мынау қанша жаста дейміз бағана осы? Бұл 2 жас 6 айлық. Бұлар енді өте ауыр салмақты төбеттер. Бұның салмағының өзі қазір 90 килоның үстінде. Бұлар енді 3 жастан бастап шығарады да бұндай ауыр салмақты төбеттерді. Сол кезде ашылады көбінесе бұндай төбеттер. Сол кезден бастап сынаймыз бұларды. Құдай қаласа. Әй, молодец. Қанша уақытта тамақтандырасыздар? Енді күшік кезінде 2 айлығында мысалға 5 мезгіл тамақ жейді күніне. Одан кейін 4 мезгіл, 3 мезгіл, уже 1 жаста төбет 2 мезгіл жейді ғой. Қазір бұларға 2 мезгіл. Қазір бұлар 2 мезгіл тамақта тұр. Қыс ауасында 2 мезгіл жейді, жазда 1 мезгіл жейді кешкі салқынмен. Суын сеуіп, күніне 1 рет шомылдырып бұларды. Бұларда как енді бұлай кішкене бала сияқты, бұларға да олай қарамасаң да болмайды. Жазда постоянно шомылдыру керек, суға алып шығамыз. Енді біздің канал жайлы бір ойларыңыз болса. Сіздердің каналдарыңыз негізінде өте, менің өзім ойым, өте дұрыс бағытта жұмыс жасап жатқан каналдың бірі деп ойлаймын. Неге десеңіз, қазіргі жастарымыздың көбісі жаңағы ойын құмар, жаңағы басқа да небір керексіз іс-әрекетпен өзінің уақыттарын жұмсап құртып алып жатыр да. Қазіргі мынау сіздердің біздің Түркістанның өзінде қазір көбейіп отыр. Осы сіздердің каналдарыңыз көргеннен кейін жаңағы төбетке деген құмарлық, жаңағы құлшынысы артып, сіздердің каналдарыңыз арқылы біздерге шығып жаңағындай осындай иттер бар екен сіздерде, сіздерден қалай алсақ болады, күшігін алсақ болады деген сияқты сондай сұрақтармен жастар көп келіп жатады біздерге. Соның өзі сіздердің бір жетістіктеріңіз деп ойлаймыз. Енді бұл канал ары қарай даму керек деп ойлаймыз, үлес қосуымыз керек. Құдай қаласа алар белестеріңіз алда болсын. Тек жақсы биіктерден көрініңіздер. Көрермендерге, нелерге айтарымыз, бұл каналдың жаңағы дамуына үлес қосуымыз керек баршамыз. Өйткені бұл төбет біздің қазақ ата-бабамыздан дәстүр болып келе жатқан, сондай тарихта қалған төбет деген есіммен қалған біздің бір жануарымыздың бірі. Сондықтан да үлес қосайық баршамыз. Биіктерден көріңіздер сіздер. Құдай қаласа. Сұрақтарыңызға рахмет аға. Рахмет сізге.